Тәжірибелі сізге бүгін 23 ақпан бұрын Совет армиясының құрылған күні және осы ораза айы, оразадағы тілектерімізді Алла қабыл етсін дей отырып, осы теміржол больницасында көп жылдан бері еңбек етесіз. Қанша жылдан бері? 87 жылдан бері. Енді 27 жылы 40 жыл болады. 40 жылдай осы халыққа еңбек етіп келе жатқан осы больницада көптеген ауруларды емдейсіз. Қанша бөлім бар мұнда? Бізде ауырып жатып емдейтін 6 бөлім бар мұнда. Көз ауруы, әйелдерді емдейтін отделение бар, гинекологическое отделение дейді ғой. Сосын хирургия бар, урологиямен бірге операция істейтін. Буындарды ауыстырамыз. Буын ауырады ғой. Темірді сала ма? Осы железка салады ғой, темір. Ол титановый. Бар ма сіздерде? Титановый буын саламыз. Тізеге? Да, кісілерге. Сосын жүрек емдейтін отделение бар. Онда жүрекке операция жасай ма? Жүрекке операция емес, консервативный ем бандай. Сосын жаңағы... Сосын неврологическое отделение бар. Бел ауырып, аяқ ауырып келеді ғой, мойын басы ауырады. Сол институттан кейін емделеді кісілер. Жатып енді. Сосын поликлиникамыз бар, многопрофильный специалисттер бар. Сосын центр семейного здоровья дейді ғой. 20 мыңнан астам кісілер бізде тіркелген, соларды қамтамасыз етеміз. Портал бойынша емделеді адамдар? Біз портал бойынша емдейміз. Бұлай ақылды емдейміз, ақылды төлесе. Порталға кейбір аурулардың көбі порталға кіре алмайды ғой. Солай ғой. Оларды ұзақ уақыт күте алмайды, сондықтан ол срочно ақы төлеу жатып емделеді. Сосын диагноз қоюға жүрмейтін кісілер көбі келеді, жатады, чекап дейді ғой оны. Бір-екі күнде біз обследование жасап, бәрін анықтап, қандай аурумен ауыратын екен, соны емдеп шығарамыз. Инсульт алып қалғандар, көп бейімді қалалық больницадан кейін сіздерге портал алып орналаса алады, оларда көп бейімді больницада қалалық. Ода институттың центр бар ғой. Жатып емделеді, тұра алмайтындар. Содан емделгеннен кейін восстановительный лечение дейді ғой. Қалпына келтіру. Қалпына келтіру үшін біз емдейміз мұнда. Қасына кісі аласыздар ма, қарап отыратын, әлде қалай ол инсульттарда? Мұндай өздері жүрмейсе, өзін жүрмейтін болса, өздері қасына тұмалар, бөлілер келіп жатады қасында. Болады да, ондайда. Онда қасына келген жатқан адамға да ақылы бола ма? Тек жатқан үшін төлейді. Біз енді жатқанда орын береміз, тамақ береміз, бәрін жасаймыз. Соған енді ақылы қызмет. Ол кісілер төлейді ақшаны. Ақылы қызмет көрсетіледі. Ал порталмен келген адам болса, ол жаңағы порталменен жаңағындай жатады. Тегін ем алады ғой, үкіметтік неменен, порталмен. Ал қасында келген қосымша адам келсе, ол өзінің қасына қараған үшін, ол мына больницаның койкасына ғана, тамағына ғана төлейді, солай ғой. Түсінікті. Енді